Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін езілмейтін, жыртылмайтын қамырдан әдемі манты жасаймыз. Мантымыз өте дәмді болып шығады. Ең алдымен менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ендеше бастаймыз. Ыдысымызға су, тұз, жұмыртқа қосып, оның үстіне ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағат демалдырып, салмасын жасауға кірісеміз. Салмасына пияз, картоп, фарш керек болады. Осылай барлығын тұз, бұрыш қосып араластырып, жарты сағаттан соң қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырларыңыз бір тегіс болып жайылу керек. Жан-жағы қалың, ортасы жұқа болып кетпесін. Мына видеода мен көрсеткендей, екі жанына қатты салмақ баспай әдемілеп жайып аламыз. Видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыз. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып қалдырамын. Ал сіздер қандай мантыны жақсы көретіндеріңізді және де үйде манты жасағанда қандай әдіспен түйетіндеріңізді бөлісе кетіңіздер. Ал мен мына жерде қамырды кесіп жатырмын. Жан-жағындағы қамырларды шетке қойып, ортасындағы қамырды бірінші кесіп алдым. Қыздар, мен қамырды ешқандай нәрсемен өлшеп кеспеймін. Тек көз мөлшермен, көзбен ғана өлшеп кесіп аламын. Қаласаңыздар, әртүрлі әдіспен өлшеп кессеңіздер болады. Кесіп дайындап қойған қамырларымызды жайып аламыз. Барлығына бірдей етіп, салмасын аямай толтырып тұрып, салып дайындаймыз. Және де өзімізге ұнайтын әдіспен мантыларымызды түйіп, майланған мантоварканың ыдысына салып дайындаймыз. Осы кезде қыздар, манты түйудің әдістерін айта кетейін. Ең алдымен классикалық манты түйу әдісі. Бұл менің түйіп жатқан мантымның түрі. Сондай-ақ мантыны раушан гүл тәрізді етіп, классикалық, яғни мен түйіп жатқандай шымшу әдісі арқылы жасалатын, сондай-ақ конверт тәрізді және де өру әдісімен жасалатын мантылардың түрлері бар. Мантыларыңыз піскеннен кейін беттері қатты болып қаязып қалатын болса, осылай түйіп болған соң беттеріне сұйық майдан кішкене жағып жіберіңіздер. Сол кезде мантыларыңыз жұмсақ, әдем болып піседі. Мына жерде мен листі майлап, мантыларымды тізіп жатырмын. Мантылардың арасын қатты тығыздап салмаңыз, себебі піскеннен кейін қамыр ісініп, бір-біріне жабысып қалады. Міне біздің мантымыз дайын. Ешқандай қамыры езілген жоқ. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеле кетіңіз.